Ассаламу алейкум рахметуллах. Құрметті жамағат, Алланың қалауымен, Алланың сәттілігімен Рамазан айының да 10 күндігіне міне кіріп жатырмыз. Осыған байланысты бір-екі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен, үлгілер өмірінен біздің өмірімізге қажетті нәрселерді айта кетсек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муслимде келген хадисте, мынау Рамазанның 10 күндігі болған кезде басқа кезде, яғни Рамазанның алғашқы уақытында жасамаған құлшылықты жасайтын ерекше жігер танытатын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай деп айтады: «Иза дахала ал-ашру ахия ал-лайл ва айқаза ахлаху ва жадда ва шадда ал-мизар». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның соңғы 10 күндігі келген кезде түндерін тірілтетін намазбен, құлшылықпен дейді. Және отбасында сол құлшылық тахаджудке, түнгі намаздарға отбасын оятатын, әйелдерін оятатын дейді. Және өте ынталы, өте жігерлі болатын, және мынау изарын байлайтын дейді. Яғни әйелдеріне де жақындай не алмайтын, жақындамайтын деген мағынада. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның 10 күндігі болған кезде иътикафқа кіретін. Білесіздер, иътикафте. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткенше иътикафты тастамаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін әйелдерде иътикаф жасайтын болған екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір хадисі бар. Мынау қадір түнін Рамазан айының 10 күндігінен іздеңдер деген. Кейбір ғалымдар сол 10 күндігінің қай күні болсын, жаңағы қадір түні болуы мүмкін. Сосын сол 10 күнін өте жігерлі құлшылықпен түндерін, күндізінде құлшылықпен, зікірмен өткізіңдер деген мағынадағы сөздері бар. Сосын Айша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: Алланың елшісі, егер мен сол қадір түніне жеткен болсам, сол қадір түніне куә болсам, не істейін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: «Қули Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни». Осы дұғаны көп айт дейді. Аллахым, сен ғафусың, сен кешірімдісің, өте кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіргін, мені кешір, я Алла, деп осы дұғаны көп қыл, көп жаса деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан құрметті бауырлар, біз келесі Рамазанға тағдырымызда жазылды ма, жазылмады ма білмейміз. Сондықтан осы 10 күнімізді иншалла Алладан көп дұға қылайық, көптеп құлшылықтар жасап қалайық, жәннатты сұрайық, тозақтан жаңағы азат етілетін құлдары болады дейді. Әр Рамазанның соңында, әр Рамазанның кешінде сол тозақтан азат етілгендерден болуды Аллах Тағаладан көптеп сұрайық. Сосын енді мүмкіндігінше ғой, барынша шама келгенше иътикафқа кіріп, одан кейін мынау телефон деген нәрсені барынша біз аз пайдалансақ, тек жұмыс барысында отбасымыз, ағайын туысқанмен хабарласу мақсатында ғана болса, ал так басқа мақсаттарда азайтуымыз керек. Одан кейін мүмкіншілік болып жатса, мынау пайдасыз отырыстардан, пайдасыз әңгімелерден де барынша алыстап, тек қана сол Алланы еске алумен, Аллаға тәубе етумен, құлшылық қылумен, зікір айтумен деген сияқты осындай күндерімізді осындай нәрселермен толтырсақ дейміз. Әрине бұл насихатым ең бірінші өзіме, одан кейін өздеріңізге пайда болып жатқан болса, иншалла осы нәрселерден пайда ала жатарсыздар. Сіздердің бауырларыңыз Нұрсұлтан, иншалла мен де дұғаларыңыздан ұмытпағайсыздар. Жақсы, ассаламу алейкум ва рахметуллахи та'ала ва баракату.